Men Қазақстаннан келдім. Мен де Қазақстанда интернеттен осы Самардың ағайды көрдім. Интернеттен бірінші бұның операцияларын барлығын интернеттен көріп, сосын келдім. Мен де Қазақстанда жүрген кезде оң құлағым суық болғанда қақсап, қанап, ауру болды, дұрыс естімеушілік болды. Сосын сол мұрным бітетін болды. Сосын осы жаққа келгеннен кейін Самардың ағайымен операция өткіздік. Операция аурусыз, ешқандай қиындықтарсыз өтті, жақсы өтті. Қазір шүкір жақсы барлығы. Естуім, мұрындардың бітуі бәрі жақсы өтті. Мұрным бітпейді. 21 kun oldin Qozog'iston Respublikasidan kelgandagi shikoyatlari o'ng quloqda eshitish pastligiga, burundan nafas olish qiyinligiga shikoyat qilib kelgan. Tekshirib ko'rganimizda burunda vazomotor rinit va o'ng tomonlama quruq meziz aniqlandi va vazotomiya va o'ng tomonlama endooral timpanoplastik amaliyoti bajarilgan. Hozir natijasini ko'rishlaring mumkin. Burun yo'llari, o'ng burun yo'llari, chap burun yo'llari, faqat vazotomiya amaliyoti bajarilgan, burun yo'llari yaxshi ochilgan. Quloq pardalari to'liq bitgan, hozir tomirlar ko'rinyapti. Ko'piklarni olib tashladik, holati juda ham yaxshi. Sizlarda da осындай жағдай болатын болса, Самардың ағайға келіп тексерілсеңіздер болады. Сіздерге кеңес берем осы кісіні.